29-шы есеп. Фигураның боялған бөлігінің ауданын табыңыз дейді. Біз мұнда қабырғалар 12 см және 6 см болатын тік төртбұрышты көріп тұрмыз. Оның боялған бөлігінің ауданын табу үшін біз бірінші осы тік төртбұрыштың өзінің ауданын тауып алайық. Яғни S тік төртбұрыш ол бізде өзінің екі қабырғасының көбейтіндісіне тең, ұзындығының және енінің. Демек S тік төртбұрышымыз біздің тең. А-ның орнында 12, Б-ның орнында 6. Демек 12-ні 6-ға көбейтсек 72 см квадрат. Біздің барлық осы берілген фигураның ауданы 72 см квадратқа тең. Енді бізге боялған бөлігінің ауданын табу керек. Егер біз мынау сызыққа қарайтын болсақ, бұл міне мына нүкте мен мына нүктені байланыстыратын сызық, ол бізде диагональ деп аталады міне. Осы диагональ бізге берілген фигураны екі жартыға бөліп тұр, бірдей жартыға. Егер біз осы фигураны жартыға бөлетін болсақ, онда бізде бірдей екі үшбұрыш шығады. Екінші амалда біз осы ауданды осылай үшбұрыш деп қояйық. Екіге бөлсек, бізде екі үшбұрыштың ауданы шығады. 36 см квадрат. Демек біздің міне мынау жарты үшбұрышымыздың ауданы, яғни жарты тік төртбұрышымыздың ауданы 36 см квадратқа тең. Енді қараймыз. Бізде боялған бөлік міне мынау бөлік. Бізге осының ауданын табу керек. Бірақ біз бұлай тұрған үшбұрыштың ауданын таба алмаймыз. Міне мынау боялып тұр. Бізге осының ауданын табу керек. Бірақ біз оның ауданын таба алмаймыз. Біз мынау боялмаған бөлігінің ауданын таба аламыз. Қазір боялмаған бөлігін көрсетейін. Міне мынау боялмаған бөлік. Біз осының ауданын таба аламыз. Неге? Өйткені ол тік бұрышты үшбұрыш, яғни оның бұрышы тік. Қазір суретін салып көрсетсем, қараңыздар. Оны бөлек алып алатын болсақ, ол міне осындай үшбұрыш. Егер біз оны осылай үзік сызықтармен толықтыратын болсақ, ол бізге тік төртбұрышты береді. Яғни мынау боялып тұрған фигура, боялмай тұрған фигура, ол мынандай тік төртбұрыштың жартысы. Ендеше біз келесі амалда былай жасаймыз. Оның бір қабырғасы 5 см-ге тең, ал мына қабырғасы ол 6 см-ге тең. Және ол осындай бір қабырғасы 5 см, екінші қабырғасы 6 см болатын тік төртбұрыштың жартысы болғандықтан, мынау боялмаған үшбұрыш. Онда біз бірінші өзіміз толықтырып алған тік төртбұрыштың ауданын табамыз. 6-ны 5-ке көбейту арқылы 30 см квадрат. Және төртінші амалда бізге боялмаған үшбұрыштың ауданын табу үшін біз осы 30-ды 2-ге бөлеміз. 15 см квадрат. Бұл боялмаған үшбұрыштың ауданы. Енді қарайық, бізде мынау қазір міне мынау үшбұрыштың ауданы бар. Және оның боялмаған бөлігінің ауданы бар. Демек, біз мынау боялған бөлігінің ауданын табу үшін барлығынан боялмаған бөлікті азайтып тастаймыз, яғни 36 см квадраттан азайтамыз 15 см квадратты. 36-дан 15-ті азайтқанда 21 см квадрат шығады. Демек, біздің мынау боялған бөлігіміздің ауданы 21 см квадратқа тең екен. Жауаптардың ішінде А нұсқасы дұрыс.